Смағұл пайғамбардың дүниеге келуі. Бибажар анамыз құрсақ көтерді. Тоқалдың жүкті екенін білгенде Бибісара анамызда қызғаныш пайда болды. Бір күні Ібіліс келіп: «Ей, Сара, көрмейсің бе? Еріңе қанша адал қызмет етсең де, Құдайың ажарды артық көрді. Алдыңда кескен үшін оны өлтіріп өш ал», деді. Қызғанышын тежей алмаған Бибісара ажар анамыздың екі жерін жаралаймын деп ант ішті. Бибісара анамыз түс көреді. Түсінде алып шынар ағашын егіп жатады. Шынар тез өсіп, айналасына саясын төгеді. Ояна салып, түсін күйеуіне жортады. «Ұзамай ұлды боласың, ұлың пайғамбар болады», деді күйеуі. Бибісара анамыз қатты қуанады. Алайда ажарды өлтіремін деген анты есіне түсіп, қызғаныштан ажарды жаралаймын деген антым бар еді. Енді не болады деп сұрады. Іштарлық Ібілістің сипаты. Ол адамның дәрежесін көре алмай, Алланың дәргейінен қуылды. Бұдан былай қызғаныштан аулақ бол. Ақта болса ант ішпе, айрандай жұғар үстіңе деген. Енді антты шартты түрде болса да орындау керек. Ол үшін ажардың құлағын ғана жараласаң жетер, деді. Бибісара анамыз ажардың екі құлағының сырғалығын кішкене тесіп жарақаттады. Ажардың көркін бұздым-ау деген ой Сараға маза бермеді. Сол кезде Алланың әмірімен Жебірейіл періште пейіштен екі сырға келіп, ажар анамыздың құлағына тақты. Жәннаттың лағыл тасын тағынғанда ажар хор қызындай сұлу боп шыға келді. Әйелдерге сырға тағу сол кезден сүндет боп қалған екен. Бибісара анамыз осы оқиғадан кейін ажарды бөлек отау етті. Ібіліс ортамызға тағы от салады. Оны Сафа, Маруа тауларының аңғарына апарып таста. Сонда тұрсын, деді. Ыбырайым ойлана келе бұл шешімді жөндеп ұйғарды. Ажарды бөлеге отау етіп, Сафа тауына апарды. Ажар 9 ай өткенде шекесі торсықтай ұл туды. Оның есімін Смағұл деп қойды. Бірақ айдалада су таба алмай қатты қиналды. Таудың арасын шарлап, бір жұтым су іздеді. Нәресте қарны ашып жерді тепкіледі. Өкшесі түйген жерден бұрқ етіп су шықты. Ана мен бала су ішіп, мейірін қандырды. Бұлақ суы басқа жаққа ағып кетер деген қорқынышпен ажар анамыз зәм, зәм деп айта берді. Зәм араб тілінде тоқта деген сөз екен. Су сол жерде үйіріліп, мөп-мөлдір болып тынды. Уақыт өте келе, бұл бұлақ суы сарқылмас зәм-зәм құдығына айналды.